Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұрахан қызы. Алдыңғы жолғы видеоның ішінде біз айтып кеттік, Канадаға қалайдан саяхат визасын алуға болады. Сіз оны әлі көрмеген болатын болсаңыз, жерді басып, сол видеоды қайтадан толығымен көріп, түсініп шығыңыз. Өйткені бүгінгі видео онымен өте тығыз байланысты. Сонымен бүгін айтатын тақырыбымыз Канадаға қызмет визаны қалай алуға болады. Бірінші айтып өтер, саяхат визамен келген кезде сіз 6 айға шейін тұруыңызға болады. Одан сырт сіз саяхат визамен келген кезде қызмет істеуіңізге болмайды. Ол заңсыз деп есептеледі. Сондықтан сіз ол қолыңыздағы саяхат визаңызды қызмет визаға алмастырып болған соң сіз қызмет істеуіңізге болады. Бүгінгі тақырыбымыз Канада қызмет визасын қалай алуға болады. Қызмет визада екі түрі бар. Біріншісі employer specific work permit. Былай айтқанда сіз кімге қызмет істейсіз, қай жерге қызмет істейсіз, оның бәрін қанық біліп болған соң алған қызмет визаны employer specific work permit деп есептеледі. Бұл көп жағдайда біраз қиын. Өйткені сіз Канадаға кірмей тұрып, сыртта тұрған кезде, өзіңіздің мемлекетіңізде тұрған кезде қызмет іздейсіз, онлайн интервьюдарға қатынасыз, соның бойын сіздің қызмет шақырту келген жағдайда және осы түріндегі work permitті документін тапсыруыңызға болады. Екінші түрі open work permit. Былай айтқанда сіз кімге істесеңіз де болады, қандай қызметті тауып істесеңіз де болады. Бұл көп жағдайда көп адамдарға лайық. Сондықтан бүгінгі біздің талқылайтын виза түрі, қызмет виза түрі open work permit. Екіншіден айтып өтер, қызмет виза түріне тапсырылған кезде бірі Канада сыртында тұрып тапсыруыңызға болады, екіншісі Канада ішіне кіріп тапсыруыңызға болады. Сыртта тұрып тапсырған төтенше қиын. Өйткені оның көптеген талаптары бар. Сіздің бұрынғы істеп жатқан қызмет түріңіз, бұрынғы қызмет тарихыңыз, үйрену тарихыңыз, одан сырт тілге деген қабілетіңіз, ағылшын тіл болмаса, франция тілге деген қабілеттеріңіздің бәрін өте қанық тексереді. Сондықтан бұл түрін көп адамдарға лайық емес деп ойлаймын. Мысалы, сіз university professor болып істеген кезде сіз сыртта тұрып тапсыруыңызға болады. Қызмет тауып, мына жақтағы higher institution, university'дің қызметі сізге шақырту келген кезде сыртта тұрып тапсыруыңызға болады. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз Канада ішіне кіріп болып open work permit. Әрқандай қызмет табылса да істей беремін дейтін open work permit inside Canada. Осы түріндегі қызмет визаны қалай тапсыруға, қалай алуға болады деген өте қанық тақырыпты талқылайтын боламыз. Алдыңғы видеоның ішінде айтып өттік, Канада саяхат визасын. Саяхат визасы 6 айға шейін күшке ие. Сіз саяхат визасымен бірінші кіресіз, Канаданың ішіне кіріп болған соң саяхат визаңызды қызмет визаға алмастыру. Тағы да бір рет айтып өтейік, саяхат визасы 6 айға шейін күшке ие. Сондықтан сіз кіріп болған соң өте тығыз жағдайда қызмет визаға қалайдан алмастыру керек дейтін жұмысты бастап кетуіңіз керек. Кем дегенде 1 ай уақыттың алдында сіз Канадаға келіп 5 ай жүріп, ең соңына 1 ай уақытыңыз, ең кем дегенде соншалықты уақытыңыз қалу керек. Өйткені сіздің визаларыңызды тексереді, application'ыңызды тексереді, соған бір толықты уақыт қалдыруыңыз керек. Өз ойымда 3 ай тұрыңыз, 3 айдан кейін жаңағы саяхат визаңызды қызмет визаға алмастыру жұмыстарын бастап кетуге керек. Сонымен қалайдан алуға болады? Біріншісі basic requirement. Әрбір виза түрінің ең негізгі шарттары оқшаш. Сіз саяхат визамен кірген кезде уақытында сөзсіз өз мемлекетіме қайтамын дейтін документіңізді тапсырдыңыз. Мысалы, сіздің мал-мүлкіңіз, үйіңіз, қызметіңіз, болмаса туыс-туған, ата-анаңыз бәрі бар. Мен сөзсіз уақытында 6 айдан кейін қайтамын деп тапсырдыңыз. Былай айтқанда қызмет 1 жыл, 2 жыл қызмет істегеннен мен әлі де қайтуыма керек дейтіннің документі. Екіншіден, ең негізгі шартты документтер have enough money. Сізде
жеткілікті ақшаңыз бар деген документті тапсырдыңыз. Үшіншіден, no criminal record. Полистен алған осы бір жылдың ішінде ешқандай қылмысты жұмыстарға қатынаспадым дегеннің куәлігі. Ол сізге саяхат визамен тапсырған кезде ол документіңіз бар. Одан сырт, әрине сіз not a danger to Canada security, былай айтқан кезде сіз Канаданың қауіпсіздігіне ешқандай сізге зияныңыз жоқ деген адам болуыңызды дәлелдеуіңіз керек. Оны қалайдан көруге болады дегенде, мысалы сіз армияда емессіз, медицинаның кейбір түрдерінде емессіз. Медицинаның ішінде де кейбір түрдері бар, ондай қызметке сіз айланыспайсыз. Government, мемлекет қызметкері емессіз, болмаса religion, бір діни жұмыстарға қатынаспайсыз деген сияқты осындай кейбір документтеріңіз бар. Оның бәрін Канаданың қауіпсіз жағдайына ешқандай зияны келмейтін адамдар дейтін дәлелдері болып есептеледі. Одан сырт, сіз саяхат визамен келген кезде ол 6 айдан төмен, сондықтан сіз medical exam тапсырмадыңыз. Сіз бұл видеоны көрмеген болатын болса, әлі де айтарым, сол видеоны бірінші рет тексеруіңіз керек. Бұның ішінде өте қанық әрбір документтер не керек, қалайдан алу керек дегенді бәрін талқылап өттік. Соның ішінде айтып өттік, medical exam сіздің денсаулық куәлігіңізді тапсыруыңыздың қажеті жоқ, өйткені саяхат виза 6 айдан төмен. Ал енді сіз әзір work permit, қызмет визаға алмастыратын болсаңыз, қызметіңіз 1 жылдан, болмаса 2 жыл, болмаса одан да көп уақыттар болып есептеледі. Сондықтан сізге medical денсаулық куәлігіңізді тапсырасыз. Сіз Канада ішінде тапсырып тұрсыз әзір, сондықтан Канаданың өзінің қай жерге барып тапсырасыз, қай жерге барып денсаулығыңызды тексертесіз дейтін оның да қанық белгілемелері бар. Сол жерлерге барып тапсыратын боласыз. Бұл жерде тағы бір айта кетер, әзіргі пандемик жағдай, сондықтан көп саяхат визасы болсын, болмаса work виза, қызмет виза түрдерінің көптеген шектемелері бар. Әзір кіруге болмайды. Бірақ біздің осы каналды бастау, болмаса осы видеоларды әзір сүріп жатқан негізгі мақсатымыз керек болатын адамдар көрсе, ертеден дайындық қылса, болмаса осындай информацияларды алып жинап өзіне керекті болған уақыттарына істетіледі дейтін үміттеміз. Сондықтан сіз әзір барып саяхат визаға тапсырғыңызға келмейді, әзіргі пандемик жағдай. Негізгі белгілемелерді, негізгі талап қылатын документтерді айтып өттік. Одан сырт, әрине өзінің қызмет визаға тапсыру үшін өзінің де басқа жіңішкелей басқа документтері бар. Мысалы, number 1 immigration 5710 5710 дейтін өзінің бір графасы бар. Оның ішіне сіздің бұрын қандай қызмет істедіңіз, қандай қызметтерді істей алатын мүмкіншіліктеріңіз бар, болмаса тіл қабілетіңіз қандай, қызмет істейтін болатын болсаңыз, әрқандай жерге барасыз ба, қайсы жерде провинсқа барасыз, мысалы қайсы Ontario ама, Quebec ама, болмаса қайсы Канаданың қайсы өлкесіне барғыңыз келеді дейтін, соның бәрін жіңішкелей бір графаның ішіне толтыратын боласыз. Екінші, әрине сіздің паспортыңыз, рәсіміңіз, travel document. Сіз Канадаға кірген кезде қалайдан кірдіңіз? Жаңағы саяхат визаның виза документ керек. Одан сіз торап арқылы тапсырған болатын болсаңыз, ақшасын торап арқылы беріп тастауыңыз керек. Сол ақшаның талонын да бірге тапсыратын боласыз. Сонымен қанша ақша кетеді? Негізгі $250-300 ішінде сіз саяхат визаны қызмет визасына алмастыруыңызға болады. Әрине, біз жаңа айтып өттік, сіз әзір Канада ішінде тұрып саяхат визаңызды қызмет визаға алмастыру жолын айтып жатырмыз. Сіз онлайн өзіңіздің IRCC аккаунтының ішіне тапсыруыңызға болады. Болмаса хат арқылы, пошта арқылы тапсырсаңыз да болады. Негізінен онлайн тапсыру өзі жеке ойымда тез болады. Сіз хат арқылы тапсыратын болсаңыз, аралығында сіз мысалы кейбір
документтарыңыз кем болған жағдайда ол қате келіп болған бұл уақыттар өте көп уақыт кетеді. Сіз саяхат визамен келген кезде 6 айға шейінге күшке ие, оның 6 айға шейін сіз қызмет визаға алмастырып болмайтын болсаңыз, қайтадан уақыты болып кетеді. Сондықтан 6 айдың ішінде ерте қызмет визаға алмастырылу керек. Қызмет визаны алудың басқа түрлері, мысалы, бір үйдің ішінде бір сіздің жарыңыз оқу визамен келген болатын болса, үйрену визамен келген болса, сіз міндетті түрде қызмет визаны алуыңызға болады. Одан сырт refugee, босқынға тапсырған болатын болсаңыз, сол тосып тұрған 1 жыл немесе 1,5 жыл, 2 жылдың аралығында сіз қызмет визаны алуыңызға болады. Одан сырт protected person, қорғау үстінде алынған адамдар, оларға да қызмет визаны алуына болады. Әрине, бұлардың бәріне әлі айтып өтпедік. Біз ең бірінші реткі видеоның ішінде мына жерге кіргізіп кетейік. Ол видеоның ішінде айттық, Канадаға келетін 5 түрлі жолдары бар. Соның ішіндегі жаңағы босқын болмаса, көшіп келу, болмаса қызмет визасын, оқу визамен келу деген жолдарын. Бұның бәрін кейінгі видеолардың ішінде айтып өтеміз. Қалайдан оқу визасын алуға болады, болмаса көшіп келу керек дейтін тақырыптарды кейін жіңішкелей талқылайтын боламыз. Сонымен бүгін біз Канаданың ішіне кіріп болған соң, қалайдан саяхат визаны қызмет визаға алмастыруға болады деген тақырыпты айтып өттік. Бұл менің жеке ойымның ішінде ең тез, тағы да ең оңай түрі деп есептеймін. Сондықтан сізге қандай сұрақтарыңыз бар болса, болмаса түсінбеген жерлеріңіз бар болса, біздің комментарийға сұрақтарыңызды жазыңыз. Тағы бір айта кетер нәрсе, мен өзім заңгер емеспін, бірақ біз осы жақтан көптеген информацияларды түсіндік, жолдарын түсіндік. Соның өзімдегі білген, тоқыған болмаса, өзіміздегі білетін информацияларды сіздерге қарапайым, оңай тілдермен сіздерге жеткізу. Түсінбеген жерлеріңіз болса, әлде бізге комментарийға жазыңыз. Біз көмегіміздің кезінше сіздерге көмектесетін боламыз. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы шетелдегі қазақтар деген каналымызға жазылыңыз, бізді қолдаңыздар. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыз.